Асқабақтан дәмі өте керемет құймақтар дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 150 грамм піскен асқабаққа бір ас қасық құм шекер және бір жұмыртқа қосып блендерден өткіземіз. Асқабақты мен алдын ала 180 градуста 40 минут пісіріп алдым. Бәрі жақсылап блендерден өткізген соң 75 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Бәрі жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң 250 мл сүтімізді 2 бөлікпен қосып араластырамыз. Соңында ешқандай кесек қалмайды. Қалған сүтімізді қосып жақсылап араластырамыз. Байқағандарыңыздай ешқандай кесек қалған жоқ. Қасықтың ұшымен ванилин және мускатный орех қосып бәрін жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Табамызды қыздырып, сәл май жағып, құймақтарымызды пісіреміз. Алғашқы құймағымызға ғана май жағамыз, қалғандарын майсыз пісіреміз. Себебі біздің құймақтың құрамында май бар. Диаметрі осындай орташа табада пісірген дұрыс. Себебі асқабақтан құймақтар өте нәзік болады. Үлкен табада пісірсеңіздер, жыртылып кетуі мүмкін. Қалғандарын да тура солай пісіріп аламыз. Дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте пайдалы құймақтар. Рецепттер ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.